Сәлем достар, бүгін сіздермен компот жабатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығатын болады. Мына жерде менде екі түрлі компот. Біреуінде слива бар 3 литрлікте, ал 2 литрлікте тек шие алма өрікпен жаптым. Осылай банкілерімізді алдын ала стерилдеп аламыз. Оған шиемізді, өрігімізді, алмамызды жуып дайындап аламыз. Ерекше дәм берсін деп мен апельсин салдым. Өз қалауларыңызға қарай салмасаңыздар да болады. Осылай банкілеріміздің бәріне жемістерімізді салып шығамыз. Қайнап тұрған суды осылайша салынып тұрған банкілерге жемістеріміздің үстіне жемісті көметіндей етіп қайнаған су құйып шығатын боламыз. Барлық банкіға құйып бетіне крышканы жауып 5 минутке қоятын боламыз. 5 минуттан соң қайтып мына суды бір тостағанға құйып алатын боламыз. Құйып алған суды төкпейміз, газге қойып қайтып қайнатып алатын боламыз. Суымыз қайнайын дегенше банкаларға осылай шекерлерімізді салып шықтым. 2 литрлікке 1 кесе шекер, ал 3 литрлікке 2 кеседен салатын боламыз. Кесе деген пиала, яғни. Осылайша барлық банкіге қанттарымыз салып шығамыз. Қайнаған суымызды осылай құйып шығатын боламыз. Теңдей етіп құямыз барлығына. Толмаған бөліктеріне қайнап тұрған судан осылай құйып шығатын боламыз. Ыстық кезінде осылай крышкаларын жауып, бірден банкімізді жауып алатын боламыз. Осылайша ыстық кезінде банкаларымызды жауып алатын боламыз. Мінекей компоттарымыз дайын. Слива қосылған менде 3 литрлік шамал қоюлау, темный болып шыққан, ал 2 литрліктер шамал ашықтау болыпты. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.